Сендер кімсіңдер? Шыға тұрасыз ба, кейін алайын деп едім. Нағыл дейді? Ойбай, секір терезеден. Ёп твою мать, сендерді ұстап аламын. 6-шы бөлім. Бұқарбектің оқиғасы. 6-шы бөлім. Күлсең лайк басшы, және де тіркелейік өтініш. Бұқарбек мен Саят көтетелеп үйіне жетеді. Уф, ямай, жеттік қой. Сол кезде Бұқарбектің есіне бәлә трусим қалып кетті ғой. Қайсысы ана жүрек трусing ба? Яды, одан басқа трусим жоқ қой, далбансың ба? Жүрек екен қақтан білесің? Көрдік қой. В смысле көрдік қой? Инсан трусимді көрсетті ма не? Жаңа байдың үйінде көрдім ғой. Өй, айтпайсың ба сразу? Нехуевый киімдер ұрлап кетіп киіп көрейік. Сосын екеуі ұрланған киімдерді киіп көрмекші болады. Фой, бәле, голубой ұқсап не киіп алғансың? Көт өзіне қарап алшы бірінші. Мен саған қарағанда нормально киінгенмін ғой. Тем более мен секси болып тұрмын. Сен долбоеб екенсің ғой, адам костюмі шорт киге ме? Долбоеб, бля, астын алып үлгенмісің, өлем ба, өзіңіз ба? Секір терезеден деген. Мал ешек. 7-ші бөлім 1000 лайктан. Бұқарбектің оқиғасы. 7-ші бөлім. Күлсең лайк басшы, және де тіркелейік өтініш. Бұқарбек таңертең кроватының астынан бірдеңе тауып алады. Және оны ашып қараса, ё-майо, болмыс беркел, наны қара. Ушас, тағы сек қойдың ба? Далбайып, ақшаны қарашиш. Ё-майо, аласың бәрі маған ба? Досым, сен үшін мұның бәрі. Деп айтады деп ойлайсың ба? Атаң басы тауып алған жоқпын ба? Қайдан тауып алдым? Осым жатсам, көтіме бірдеңе батады. Ашып қарасам, мынау жатыр. Мынау пайде бұрынғы үйдің иесінің ақшасы сияқты. Енді біздікі. Кеттік аэропортқа, заттардың бәрін жина. Ошың, зат дейтіндей зат та жоқ қой бізде. Үйді не істейміз? Қалтаңа салуға сай. Малсың ба, таста, біз байымыз ғой, кеттік сатып аламыз. Ошым 2 билет сатып алдым. Бірақ мынау арзан самолет болғандықтан айтайын, бұда туалет жоқ. Қазір сием деп жүрме. Шыққың келсе ше. Ұзмат жасын, мал айтып тұрған жоқ па, туалет жоқ деп. Қой кеттік, кешігеміз. 8-ші бөлім 1000 лайктан. Бұқарбектің оқиғасы. 8-ші бөлім. Күлсең лайк басшы, және де тіркелейік өтініш. Бұқарбек пен Саят басқа қалаға келеді. Ал келдік ал. Фу, не нау? Мала қолап келдің бе? Сен үйіңнен жақсы ғой әйтеуір. Бірақ ешкім жоқ, кайф екен. Тек екеуміз ешкім бедері келтірмейді. Албан, малсың ба? Оны қатынмен істейсің. Ешкім сөйлемейді, көшілеріміз жоқ деп жатым саған. Ошы мына қаланы сен дұрыс білмейсің. Сол себепті адасқап жүрме. Айтпақшы, мына ақшаны не істейміз? Давай онда мынаны ақша шоқтарға берейік. Далбайып, онда саған бере салайық та? Онда наху айтасың? Давай лучше пиздец болып киіне алмаймыз ба? Как раз мен труси алам. Ура, Спанжобовтың трусиін алам. Трусиден басқа зат алмайсың ба? Бля, тупой көрмеш. Майка алам ғой. Майканы не істейсің? Көтіме тұрам шешесіз. Адам майканы не істейді? Жотан киіп болғаннан кейін не істейміз? Давай қыздарға барамыз. Саған қыз қарай ма? 9-ші бөлім 1000 лайктан. Бұқарбектің оқиғасы. 9-ші бөлім.